Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай гүл тоқып үйренетін боламыз. Бізге екілік номерлі крючок қажет және жіңішке ирандық жіп. Жұмысымызды бастаймыз. Екі саусағымызға шеңбердің ішінен ұзын жұмыс жібін шығарып аламыз және осы жерден жұмыс жібін бекітіп аламыз. Және 3 бос ілмек көтереміз. Енді шеңбердің ішінен 12 столбик с накидін тоқимыз. Біреу. Бізде мына бағана 2 бағана болып есептеледі. 2 столбик болып есептеледі. Және 1 бос ілмек көтереміз. Шеңбердің ішіне 3-ші столбик с накидін тоқимыз. 1 бос ілмек көтереміз. 4-ші столбик с накидін тоқимыз. 1 бос ілмек көтереміз. 5-ші столбик с накидін. 1 бос ілмек көтереміз. 6-ші столбик с накидін. 1 бос ілмек көтереміз. 7-ші столбик с накидін. 1 бос ілмек. 8-ші столбик с накидін. 1 бос ілмек көтереміз. 9-ші столбик с накидін. 1 бос ілмек. 10-ші столбик с накидін. 10-ші столбик с накидін. 1 бос ілмек. 11-ші столбик с накидін. 1 бос ілмек көтереміз. 12-ші столбик с накидін. 12-ші столбик с накидін. 1 бос ілмек көтереміз. Қысқа жіпті тартып, шеңберімізді жинап аламыз. Қатарды аяқтап, 3-ші бос ілмекке біріктіретін боламыз. Артындағы жібімізді бірге жасырып кетеміз. Ары қарата 4 бос ілмек көтереміз. 1, 2, 3, 4. Енді жібімізді мына жерде тұрған 2 столбиктің арасына 5 рет орап аламыз. 1, 2, дәл осы жерден. 3, 4, 5, дәл видеодағыдай етіп орап шығамыз. Енді келесі 2 столбиктің ортасына, осы 2 столбиктің ортасына тағы да 5 рет ораймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді осы оралған жіптің барлығынан бірге өткіземіз де 2 крючоктағы 2 жібімізді бірге тоқитын боламыз. 4 бос ілмек көтереміз. 1, 2, 3, 4. Енді мына жерден столбик без накида тоқимыз. Тағы да, осындай шықты бізде. Тағы да 4 бос ілмек көтереміз. 2, 3, 4. Және дәл осы жерден столбик без накида тоқимыз. Тағы да 4 бос ілмек көтереміз. 2, 3, 4. Дәл осы жерден, осы тесіктен столбик без накида
тоқимыз. Мінекей бізде гүліміздің осындай 3 домалақшасы пайда болды. Ары қарай 4 бос ілмек, 4-еу. Енді жаңағы шыққан 2 столбегімізге 2 столбектің ортасына біріктіру амалымен біріктіреміз. Мінекей бізде ары қарата 4 бос ілмек. Келесі 2 столбектің ортасынан тағы да 5 рет орап аламыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу. Крючогымызды жібімізді тартып ораймыз. 4-еу, 5-еу. 5-ші рет орап алдым. Енді келесі 2 столбектің ортасынан тағы да 5 рет орап шығамыз. Бірінші жібімізді кеңінен алып аламыз. Екінші, үшінші, төртінші және бесінші. Осы оралған жіптен барлығын бірге өткізіп, крючоктағы 2 жіпті бірге тоқығымыз. Осы жерден 4 бос ілмек көтереміз. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. Және дәл осы тесіктен столбик без накида тоқып, ары қарай тағы да 4 бос ілмек көтереміз. 3-еу, 4-еу. Және оны да дәл осы тесікке столбик без накида арқылы тоқимыз. Және үшіншісінде солай 4, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 4 бос ілмек көтеріп, дәл осы тесікке столбик без накида тоқимыз. Ары қарай 2-еу, 3-еу, 4 бос ілмек көтердік. Және енді мына 2 оралған жіптерден шыққан столбиктің арасына осылай біріктіріп жібереміз. Енді дәл осылай қайталап, ары қарай өзіміз тоқып, айналдырып, осылай айналдырып тоқып шығамыз. Мен соңына келдім, 4 бос ілмек көтеріп алдым. Енді біріктіру амалын жасайтын боламын. Осы жерден біріктіреміз. Жібімізді қиып тастап, осындай әдемі гүлдер пайда болды. Біз бұны шашуға, резинкіге пайдалансаңыздар болады. Сау болыңыздар.